Саламатсыздар ба? Полония жосы құтдараны қызығушылар. Мен өзімін кішкентай плантацияма келдім. Бүгін 7 июнь 2026 жыл. Құтдарақ ішінде өне бат өседі, қараңыздар. Шуға 1,5 жыл болды десем көпшілік ішенбейді. Өсі мүмкін емес дейді. Мен айтып отырмын, спорлашауыз деп. Спорға келсеңер, моңғолдың қырқауыз, жазында, мартта. Андан кейін 5-6 айдың ішінде 5-6 метрден кем өсіп қалған болса, анда мен тура емес айтып тұрмын деймін. Бірақ шында өле бат өседі. Кеше бір клиентім шығып алып маңа наразышылығын білгізді. Сен дейді, сатқанда реклама алып қатық саттың әлі тіксе келе өсіп кетеді деп. Екі қаршы өсіп тұр, жай өсіп атады деп. Анан өзі мартта сатсам, апрельден бұл жан кіріп баштасам, апрель-май. Бүгін июньде 7 болып па, 2 айда. 2 айда 2 қаршы өсіп тұр, анан 4-5 метр өсіп кетіш керек еле дейді. Ал тура емес үшін алған оқшайды. Біз клиенттерімізге дегенде еле көшеттерді қазып тұрып, үсті жағын таштап, алдындағы жерде өскен тамырын жөнетеміз. Ошол көшет деп саналады. Ошол көшетті тігіп бірінші жылы биогумустан қошып, ұшында чап, азот беріп қарап қойсаңыздар, бірінші жылы ушунчалык өсөт. 1,5 метрчел өсөт. Жакшы өсө 2-2,5 метр өсөт. Болды ошо ойдан росын тоқтайды 6 айда, 6-7 айда. Андан кейін bir жылдан быйыл мартта тиксеңиздер, келиркен марттан кесип саласыздар. Мындай алып караңыздар. Өзү менде жоом болчу, ошо арасынан түзөсүн деп да кесип салдым. Мартта кесип салсаңыздар, мына марттан баштап караңыздар. 7-июнга мына азыр 1,5 метр жоса 1 метр 60 сантиметр өсүп тур. Бул биринчи тигилген жылы бул тамырлуу болуш керек, тамыры күчтүү болуш керек. Андан 2 жыл кекстериз кылсаңыздар, андан кийин бойуна кетет. Ана тиккен жылы 2-3 айдан кейін 4 метр, 5 метрге өскен болса, ал бамбук болып қалады да. Бамбук растение білесіңер, ал то есть эме трава деп коет, ана чөп деп коет да. А бұл дарақ болып атпайбы. Бұл чында эле бат өсөт. Кичине терпение керек. 2-3 айда эле 4-5 метрге өспөдү деп кыжалат болуштун кереги жок. 1 жыл ашып барса 1,5-2 метрге өсөт. Тамырлайт. Текстериз кыласыздар мартта. Андан кейін бұл 6-7 айда моңончал өсөт. Қараңыздар. Мол азы 6 метр, 5 метрге өскендер. Мына 7 метрге чейин өстүр. Бұны бутап тұрсаңыздар, мындай түз өсөт. Андан кейін бутабай салсаңыздар, декоративный болып шақта өсөт. Бұны көпчүлүк көрүп, пальмага бұл. Мына жағы нормалды эле көлөкө бергиде эмес, ал бул дейт. Бая кыргыздар биз билип билбей эле комментарий жазып берткенбиз. Бул азыр интернеттин заманы, азыр информациянын заманда. Интернеттен карасаңыздар, бул чындап эле дүйнөдө эң бат өсүүчү дарак болуп саналат.